Chevrolet Cruze автокөлігінің электронды блок жүйесі миы, яғни жасамай қалған жаңасын әкеліп берген буыдан ішін ашпай құйып жатырған сәт. Дәл осылай құйылып келеді. Бұл негізінде сатып алғаны, ал бұл өзінің жасамай қалған компьютері. Крузымыздың компьютерін құйған болатынбыз. Енді құйғаннан кейін бір тексеру керек болады. Ол міндетті түрде. Вин код дұрыс жазылды ма, ошибка кірді ма, иесіне дұрыстап тапсыру керек. Ол үшін біз сканоматигіміз қосық қойдық. Дәл осылай. Ендігі мәселе біздер двигательге кіреміз. Бізде 76-да 1 деген компьютер. Диагностика кірді. Ошибкасын бірінші оқимыз. Низкое напряжение, бұл енді түсінікті. Бұл ошибкалардың шығуы себебі столда тұр. Датчик, модуль тормоз, автоматтың датчиктері, компьютерлері тығылмағасын осындай аварияға кетеді. Ол ішіне етпес. Компьютерді көлікке таққаннан кейін бұл ошибкалардың бәрі кетеді. Себебі мына жерде не получен сигнал, иммобилайзер көрмей тұрмын, жаңағы модуль управление, БСМ көрмей тұрмын, тормоздың компьютерін көрмей тұрмын деп сөйтіп шығады. Ендігі мәселе біздер паспортын қараймыз. Паспортта бізде вин код барлығы жазылған дұрыс. Калибровкасы, номер программа барлығы өзінің компьютернікі құйылған. Осылай міне компьютерді разбордан ашпай, тіптіке барлығын құйып беру сәті. Негізінде ашсаң, бұл разбор қайтып алмайды. Сондықтан тексеру, құю барлығы бір міндетті бір процесс болып келеді.